Сәлем, The Last of Us сериалын талдайық. 4 үзіндіге бөліп қарастырамыз. Бірінші ағылшынша субтитрмен көресіздер. Екінші, сол үзіндідегі сөздерге vocabulary, яғни сөздік беріледі. Келесі үшінші кезекте үзіндіні қазақша аудармамен көресіздер. Олай болса, бастайық. How did you get bit? You know the old mall in the QZ? The one that's sealed off and boarded up and no one's supposed to go in? Ever? That one? Бит бұл жерде тістеу немесе шағу мағынасында. Мысалға, мысық пен ит тістейді, ал жәндіктер, өрмекшілер шағады, яғни екі нұсқада да қарастыруымызға болады. Ал get bit бұл жерде біреудің немесе бір нәрсенің, қандай да бір аңның немесе жәндіктің шағуы, тістеуі. You know, білесің бе? Келесі екі тіркес мағыналық жағынан ұқсас. Sealed off, boarded up. Біріншісі sealed off, ол жабылған, яғни лентамен немесе темір құрсаулармен жабылуы үйдің немесе ғимараттың, ал boarded up бұл нақты есік терезесінің шегеленіп жабылуы. Supposed to керек тиісті. That one болымды сөйлемде сол, ал сұраулы сөйлемде сол ма деп аударылады. Бірінші үзіндіні қазақша аудармамен көрейік. How did you get bit? You know the old mall in the QZ? The one that's sealed off and boarded up and no one's supposed to go in? Ever? That one? Whatever, I snuck in. Wanted to see what it was like. Didn't think there was going to be anything in there, and then one just came at me out of nowhere. Thought I got away, but... Whatever, қалай болса да, не болса да. Snuck in, жасырын кіру. Wanted to see, көргім келді. Didn't think, ойламадым. Came at me, маған қарсы шықты, шабуылдады. Out of nowhere, қайдан шыққаны белгісіз. I get away or I got away, мен құтыламын, шамам келеді. Олай болса, қазақша аудармасымен көрейік. Whatever, I snuck in. Wanted to see what it was like. Didn't think there was going to be anything in there, and then one just came at me out of nowhere. Thought I got away, but... So it was just you in there alone? Yeah, How old are you? 14. Wow. I mean, you got some balls on you, sister. Thanks. Alone, жалғыз. How old are you? Неше жастасың? You got some balls on you. Батыл, ержүрек екенсің. I mean, айтқым келгені. So it was just you in there alone? Yeah, How old are you? 14. Wow. I mean, you got some balls on you, sister. Thanks. Nobody's gonna be coming after you, right? Like mom, dad, boyfriend. I'm an orphan, and no. Nobody, ешкім. Coming after, іздеу, артыңнан келу. Right, болымды сөйлемде дұрыс, солай дегенді білдіреді, ал сұраулы сөйлемде дұрыс па, солай ма? Like mom or like somebody. Әдетте like ұнатуды білдірсе, бірақ та сөйлемде контекстіге қарай өзінен кейін зат есім тұрса, like mom, яғни анаң сияқты, немесе like somebody, басқа біреу сияқты. An orphan, жетім. Nobody's gonna be coming after you, right? Like mom, dad, boyfriend. I'm an orphan, and no. Осымен 4 минут ішінде 4 үзіндіні толықтай талдап шықтық. Талдауым ұнаған болса, қандай да бір жаңа сөздер алған болсаңыздар, комментарийда қалдыруларыңызды сұраймын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесіде қандай фильм немесе сериал талдаймыз, комментарийға қалдыруларыңызға болады.